Бесінші сынып 1-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар. Бірінші БЖБ натурал сандар және нөл саны бойынша жиынтық бағалау. Бірінші нұсқаның бірінші есебі. Өрнектің мәнін тиімді әдіспен табыңыз. А есебінде бізге көбейтінділердің қосындысы берілген. Енді біз тиімді тәсілмен есептесек, алдымен ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарамыз. Ортақ көбейткіш 5084 саны. Демек, 5084 көбейту жақшаның ішіне қалған сандар 24, қосу 976. Алдымен жақшаның ішін орындасақ, 5084 көбейту 24-ке 976-ны қоссақ, 1000-ға тең. 5084-ті 1000-ға көбейтсек, 5.084.000 шығады. Келесі Б есебінде қосынды берілген, қосылғыштардың орнын ауыстырғанмен оның мәні өзгермейді. Демек, алдымен 594-ке 6-ны қосайық. Және 847-ге 153-ті қосамыз. Сонда 594-ке 6-ны қоссақ 600-ге тең, 847-ге 153-ті қоссақ 1000-ға тең. Сонда 600-ге 1000-ды қоссақ 1600 шығады. Келесі екінші есеп теңдеуді шешіңіз және тексеруді орындаңыз. Бізге күрделі теңдеу берілген. Алдымен жақшаның ішін жазып алайық. 78 азайту m. Өйткені біз бұдан амал орындай алмаймыз. Тең 36, 36-дан 24-ті азайтамыз. 78 азайту m тең 36-дан 24-ті азайтсақ 12-ге тең. Енді белгісіз мүшені табайық. m-ді табу үшін 78-ден 12-ні азайтамыз. Сонда m-нің мәні 66-ға тең. Бізде теңдеудің түбірі табылды. Енді орнына қойып тексерейік. 24 қосу 78 азайту m-нің орнына 66-ны қойсақ, тең 36. Сонда өрнектің мәні, теңдеудің мәні 36-ға тең. Келесі үшінші есеп, есепті шешіңіз. Бізге мәтінді есеп берілген, көрермендер залында 360 орын бар. 42 адамнан тұратын 8 топ өз орындарына отырғаннан кейін неше орын бос қалады? Алдымен есептің шартын жазып алайық. Барлығы 360 орын, 42 адамнан 8 топ қалды неше орын? Бірінші, қанша адам орынға отырды? Соны анықтайық. Ол үшін 42-ні 8-ге көбейтеміз. 42-ні 8-ге көбейтсек, 336-ға тең. Демек, 336 орынға адамдар отырды. Бізде барлығы 360 орын бар еді. Қанша орын қалғанын анықтау үшін осы 360-тан 336-ны азайтамыз. Сонда 24-ке тең. Демек, есептің жауабы 24 орын бос қалады. Келесі екінші нұсқаның бірінші есебі. Өрнектің мәнін тиімді әдіспен табыңыз. Бірінші көбейтінділердің қосындылары берілген. Ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарамыз. Яғни ортақ көбейткіш бізде 3508 саны. Сонда 3508 көбейту жақшаның ішіне 2 қосу 98 деп жазамыз. 3508 көбейту 2-ге 98-ді қоссақ 100-ге тең. Ал 3508-ді 100-ге көбейтсек 350.800 шығады. Келесі Б есебі бізге қосындылар берілген. Қосылғыштардың орнын ауыстырғанмен мәні өзгермейді. Сонда 392-ге 8-ді қосайық. Және 776-ға 224-ті қосайық. 224. 392-ге 8-ді қоссақ 400-ге тең. Ал 776-ға 224-ті қоссақ 1000-ға тең. Сонда 400-ге 1000-ды қоссақ 1400 шығады.
Келесі екінші есеп теңдеуді шешіңіз және тексеруді орындаңыз. X қосу 14 азайту 28 тең 97. Алдымен жақшаның ішін жазып алайық. Себебі X-қа 14-ті қоса алмаймыз. 97, 28-ге 97-ні қосамыз. X қосу 14 тең 97-ге 28-ді қоссақ 125. Енді белгісіз мүше X-ті табайық, ол үшін 125-тен 14-ті азайтамыз. Сонда X-тің мәні 111-ге тең. Біз теңдеудің түбірін таптық, енді орнына қоятын болсақ. Жақшаның ішінде 111 қосу 14 азайту 28 тең 97-ге. Демек, 97 тең 97. Келесі үшінші есеп есептеңіз. Көрермендер залында 500 орын бар. 54 адамнан тұратын 6 топ өз орындарына отырғаннан кейін неше орын бос қалады? Есептің шартын жазсақ, барлығы 500 орын. 54 адамнан 6 топ, қалды неше орын? Бірінші неше орынға адамдар отырды, соны тауып алайық. Ол үшін 54-ті 6-ға көбейтеміз. Сонда 324 орынға адамдар отырды. Бізде барлығы 500 орын бар еді. Сонда қанша орын қалғанын анықтау үшін 500-ден 324-ті азайтамыз. Сонда 176-ға тең. Демек, есептің жауабы 176 орын. Осымен есептеулер аяқталды. Арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.